Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгінгі мынау кеңес үкіметінен қалған үй, бірақ мықты салынған екен. Бұл Алматы облысы Жібек жолы ауылы. Қазіргі күнде қалаға 25 километр шақырым жерде орналасқан үйді тамашалаңыздар. Жібек жолы ауылы, бұрынғы станция жамалған, Бейімбет Майлы деген көшеде үй сатылады деп тұрыпты. Міне біз осы үйді сіздерге толықтай көрсетіп, қанша миллион теңге тұрады, қанша бағада келісім бола ма, болмай ма, соның бәрін сіздерге таныстырып көрсететін боламын. Ендеше біз бастаймыз, сіздерге үйдің ішін, сыртын бәрін көрсетеміз. Достар, ендеше үйге кірейік. Міне үй осылай басталады екен. Кіріп қалсақ, мына жақта гүлдер. Дәл осылай. Мына жақта да жер бар екен. Ендеше біз жалғастыра берейік. Үйдің көлемі осындай екен. Заборы. Міне. Достар, біз бірінші үйдің сыртын түсіреміз, одан кейін барып ішкі бөлмелерін түсіреміз. Міне. Осындай екен үйлері. Мына жақта времянка ма, сондай сырттар бар екен. Енді үйдің артына барсақ, міне. Шағын жер бар екен, міне. Шағын кладовка. Шағын кладовкасы де бар екен. Мынау, яғни айтқанда бір заттарын салып қоятын бір бөлмеде, мынау үй болады. Міне жерлері кәдімгідей кең екен. Егер ұнаса сатып алсаңыздар болады. Осы жерді пайдаланып, керемет заттар салып, немесе егіншілікпен идеяңызбен қолданып, міне егіншіліктер бар екен, нақты егін ексеңіздер болады. Кәдімді жерлері кең екен. Достар, бұл жердің соты, яғни бұл 10 соттық жер. Мына үймен көріп тұрғандай, мына шағын кладовкасымен. Осындай тамаша керемет. Өзіге көріп тұрсаңыздар, осы жерге ағаштар отырғызған екен. Міне. Сізде ексеңіз болады. Жалпы міне, осылай үйдің сырт жағы. Міне, кәдімгідей үлкен жер екен. Қанша соттық жер деп айтты ана? 10 соттық жер. 10 соттық жер, тіпті одан да асатын шығар деп ойлап жатырмын, өйткені кәдімгідей кең екен. Керемет заттар салып, осы үйді безендіріп, істесеңіздер болады екен. Мынау жазғы душы болады. Мына туалеті болады. Міне, жалпы осындай үйдің сырт жақтары, жаңағы забор жақтары сіздерге толықтай көрсетті. Жалпы көп зат сияды екен. Банка басқан екен. Былай көрсете салайын, көрінсе де, көрінбесе де. Ашыла ма көрші? Ашыла ма нәқті? Нәқті бар екен терезе. Мынаның кеңдігі осындай. Жалпы дәл осы бөлмеде кең екен. Көп заттар, керек емес заттар шығарып қойсаңыздар болады. Осы екі бөлме сіздердің көп заттарыңызды бағады. Қане ашып көре салайық береді. Міне. Кәдімгідей кеңдігі көп екен, кең жер екен жалпы. Қараңыздар, көп заттар тұр. Міне. Осы заттарға сыйықсаңыздар болады. Сыртын бір айналдыратын, соңында тағы бір рет көрсетіп тұрғанмын. Міне. Жалпы міне, мына үй мен мына үй солардікі, осы екі. Сырт жақтары да бәрі осы үйдің ішіне кіреді. Ендеше біз үйдің сырт жақтарын көрсеттік. Соңында тағы да көрсететін боламыз. Ал енді ішкі бөлмелерін көріп сіздерге таныстырып, қанша бөлмесі бар және қандай бағада келісім бола ма, соның бәрін көрсететін боламын. Мына кладовкасын сіздерге көрсетіп жүре салайын. Ішін ашып көрсек. Міне. Осындай екен кладовкасы, жақсы. Заттарды керек емес. Заттарды осы жаққа шығарып қойсаңыздар болады, көрсетіп жүрейін. Міне. Осы үйдің сырты, мына времянкасын жаңағы ненің сырт жақтары, терезелері, міне. Мынау үйдің кіретін жері. Міне, бұл үйдің керемет гүлдері. телевизор көретін жер. Осы жаққа іліп қойсаңыздар болады. Мына жерде шай ішіп отырып, өзіңіз телевизорды қарасаңыздар болады.
Иә, жалпы міне кухняның бөлмесі, яғни айтқанда ас пісіретін бөлме. Міне былай көрсетейін сіздерге. Жалпы кең екен. Бір бөлме, екі бөлме болды. Енді жалғастырайық. Енді мынау душы мен душевой қол жуатын джакузи дегендері кір машинасы екен, база жоқ. Әңгіме жоқ енді, нормально деп ойлаймын өзім. Комфортно. Бірақ душы несі кең болған жақсы ғой осындай. Тазалама жаққа басқа да орындар бар екен. Ол жаман емес. Үшінші бөлмеге біттік, енді төртінші бөлмені көрсетейік. Мынау қателеспесем зал сияқты. Иә. Мына күтетін жер не? Міне мынау жиһаздары. Жалпы өте кең екен залы негізі. Заптармен мына жақта кең светін қосшы. Қане? Міне достар, осы үйдің гүлдері керемет өсіпті. Енді енші біз үйге кіретін боламыз. Ал достар, енші үйдің ішіне кірейік. Міне ең бірінші кіріп қалсақ, мына жақта жуынатын және Джакузи міне. Иә, жуынатын бөлмесі бар екен. Кір машина. Кір машина, мынау мен болам. Міне мынау душы. Мынау кір жуатын машинасы. Мынау міне көріп тұрғандарыңыздай котелы. Мынау, иә. Не мынау? Мынау енді қоятын, мынау артылатып қоятын нәрсе. Енді жаймен бөлімге шығайық. Мына бірінші кухняны түртсек. Достар, міне мынау кухнясы, яғни айтқанда ас пісіретін бөлмесі. Міне. Жалпы кухнясы кең екен. Жалпы ас пісіретін бөлмесі жақсы екен. Газ плита, холодильник. Мебельдері жақсы екен. Бұяқта отыратын орындықтары. Міне мынау телевизор көретін жер. Иә, мынау светін қосып жіберейік. Міне. Жалпы өте кең екен іші міне. Міне залы осылай екен, кең екен залы. Енді келесі бөлмеге кірейік. Мынау бір демалатын сәл-сәл демалатын бөлмелер жалпы. Осылай. Міне осы коридоры, яғни кіретін бөлмелері. Мынау бөлмесі бар. Жаңа таныстырып кеттім. Залдың бөлмесі, міне зал. Қонақ келетін бөлме. Және міне мынақта спальня, ұйықтайтын бөлме. Міне общий 1, 2, 3 бөлме болды. Кухня. Бір көршін сүйіп сағып кеткен. Бәрін сатпай. Есімден тасып кеткен. Bir кейде балдар айтады, мама жаңадан алған ғой, берсең бере салдым ғой. Оған кішкене ақша қосу керек па маған? Иә, дұрыс. Мен мына шашым не бар? Қарапайым үй енді алвайский. Зато кең, жері де кең, 10 соток. Осындайда өскен балдарымыз ғой осындай үйде. Болады бұлай. Ал мен кеше жақында мынауын қалған, жаңадан салған. Тек екі-ақ бөлме ешкім. Бұны алу үшін мен шашып қалдым. Адам жоқ. Үстін шипырлап қойғаннан кейін кейін ойланып қалдым. Не достар, осылай үйдің ішін сіздерге толықтай түсіндіріп шықтық.
жаңағы сыртын бір көрсетіп жібере салайын сіздерге. Міне сырты маған жаңа айтып өткендей керек емес заттар шығаратын бөлмелері. Міне ар жақтағы заборға дейін үйлері осындай кең екен. Достар, ене осымен біздің видеомыздың соңына жеттік. Мықты гүлдері, заборы. Осылай, үйдің бағасы 16 миллион теңге екен енді. 16 миллион, бірақ қатып қалған баға жоқ, келісуге болады дейді жалпы. Келісіп көріп алсаңыздар болады. Негізгі бағасы 16 миллион деп айтқан, бірақ келісім бар дейді. Міне, осы нөмір көріп, хабарласып, келісіп алсаңыздар болады. Жалпы іші де, үйдің өзі де, крышасын бір көрсетіп кетейін, өте жақсы екен, кең екен ар жақтары. Міне, осылай жалпы үй. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Енді және сіздерге қандай бағада, қандай үйлер керек, соңында жазып кетіңіздер комментарийға. Ал енді видеомызды соңына шейін алатын болсақ, тәмамдайтын болсақ, Алматы облысы, Жібек жолы ауылы, бұрынғы Шамалған станциясы, Қарасай ауданында, Алматы қаласынан 25 км жерде. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер, сау болыңыздар.